Менде тибетский өнімдер бар. Давлениеға бар, сахарға бар, простатитке бар, геморройға бар, іш қатуға бар, запорға бар, белде грижаға бар, мына зопқа бар, отдышкаға бар, бауырға май басқан, ұйқы без кеткенге бар. Мына асқазанда жара болса оған бар, іш қатуға бар, запорға бар. Адамның іші қататын болса, адамның өмірі қысқарады. Адамның іші қататын болса, неше түрлі ауру шығып кетеді. Көп адам өзінің ауруын жасырады. Ақша жоқ дейді, қымбат екен дейді. Бауырлар, аз-аздан болса да Тибеттің өнімін алып ішіңдер. Тибеттің өнімдері өте мықты, керемет, 100% шөптен жасалған, нано технологиямен жасалған, оригинал шөптен жасалған өнімдер бар. Баяғыда Хожин деген кино көргенсіздер ме? Бір патша ауырып қалса, захар ішіп қойса, Хожин деген қыз таудағы шөптерді теріп, патшаның аузына шөптен жасалған дәрілерді тамшылатса, ала уды қайтар жібереді, датауы шөптен жасалған өнім. Сондай өнім бар менде. Тибетский өнім, ол әлем бойынша бірінші орында тұрған ең мықты медицинаның өнімдері. Бұл Тибеттің өнімі барлық жерде қымбат тұрады. Менде соның ішінде ең таза, ең қымбат оригинал Тибеттің өнімдері бар. Соны алып ішіңіздер, рисковать етіңіздер, тәуекел етіңіздер. Сонда ауруды жеңеміз. Бұл ауру деген сөз, бір жау деген сөз. Ішіңе кіріп кеткен бір жауды сен жеңбесең, ол сені жеңеді. Тәуекел ет, рисковать ет. Сен мендегі дәріге. Сонда сен ауруды жеңесің. Болмаса жеңіліп қаласың. Бұндай дәрі врачтың қолда жоқ, аптекада сатылмайды. Бұл срок годыстары бар, сертификаттары бар, оригинал өнім. Мен іштім. Мен ішіп, мен мықты болған екен, әрбір қазағы мықты болсын деген ниетпен жүрген жерім бар. Маған ақша емес, әр адамның денсаулығы мықты болғаны керек. Маған алғысы керек. Қазақтың алдап ақысын жемеймін. Бауырлар, мен жәннатқа барам деген ниетпен сауап істеу үшін жүрген жерім бар. Бұл дәрілер қымбат, өзінің бағасы сондай тұрады. 150 мыңнан бастап 750 мыңға дейін ем жолы бар. Мен біраз уақыттан бері қақсап жатырмын. Мына Тибеттің дәрілерін ішіңдер, жақсы болады деймін. Комментарийда сөздерің көп, әрекеттерің жоқ. Әрекетің болса ауруды жеңесің, болмаса жеңілесің. Мен қолдан келгенше шындықты айтып жатырмын. Сен сенесің бе, сенбейсің бе, өзің білесің. Мен бір ауыз айтып қарызымнан құтылып жатырмын. Алланың разышылығы үшін дәрі сатамын. Өзінің бағасын да берем. Комментарий оқымайым, WhatsAppқа қарамайым. Керек болсам тікелей звонда 8776 280 85 85.